Ассаляму алейкум достар, бүгін сіздерге сливкисіз, творожный сырсыз, бірақ өте дәмді болып шығатын торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Және де достар, мен каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен тортымыздың бисквитін дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Ол үшін бізге миксердің қажет жоқ, венчикпен не болмаса шанышқымен араластырсақ та болады. Одан кейін ыдысымыздағы айранның үстіне соданы саламыз. Мен қарапайым дүкендегі 3,2% айранды алдым. Сода мен айранды араластырып, кейін барып жұмыртқалы массамыздың үстіне қосамыз. Осы қоспаларымыздың үстіне одан кейін өсімдік майын құямыз. Және де олардың барлығын қайтадан жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне ұн мен какао араласқан құрғақ массамызды қосып, қайтадан жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін формамызға құямыз. Мен 20 сантиметрлік форманы пайдаландым. Егер сіздерге үлкендеу торт керек болатын болса, онда барлық құрамдағы заттарды 2 еселеп қосып, содан кейін үлкен формаға құйып пісірсеңіздер болады. Массамызды тегістеп 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Ендігі кезекте тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қаймақ керек. Менде 25% дүкеннің қарапайым қаймағы, және де оның үстіне вареная сгущенка қосамыз. Ол екеуін жақсылап араластырамыз. Бисквитіміз піскенше жақсылап араластырған кремімізді тоңазытқышта сақтауға болады. Сонда креміміз жақсылап қоюланып тұрады. Дайын болған бисквитімізді формадан шығарып суытамыз. Суытқаннан кейін барып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен бисквитті 2 бөлікке бөлдім, және де үстіңгі бөлігін бетіне себуге алып қалдым. Егер сізде бисквитіңіз өте биік болып шықса, оны 3 бөлікке де 4 бөлікке де бөлсеңіз болады. Бір бисквит, оның үстіне кремін жағып, одан кейін келесі бисквитті жіберіп, солай тортымызды жинаймыз. Тортымызды толықтай жинақтап болғаннан кейін оны тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқышта неғұрлым ұзақ тұрса, соғұрлым тортымыздың кремі қоюланып, кескенде әдемі болып шығады. Тортты жинаған кезде өзіңіздің фантазияңызбен әдемілесеңіз де болады. Мен осылай үстіңгі қабатына сеуіп жинадым. Сіздерге үстіне шоколад құйсаңыздар да болады, немесе үстіне жеміс жидектермен де әдемілеуге болады. Мен тортымды тоңазытқышта тек аз уақыт қана ұстадым, сондықтан да оның кремі кішкене ағыңқырап тұр. Сіздер оны ұзағырақ ұстасаңыздар, соғұрлым торттарыңыздың кремі қою болып, кескенде әдемі болып шығады. Торттың құрамында ешқандай сливки, творожный сыр болмаса да, торт өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар.